Сәлем баршаңызға достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді, қолжетімді бағада рогаликтер дайындайтын боламыз. Өзіме өте қатты ұнаған рецепт. Ендеше видеоны соңына дейін көріп тамашалаңыздар. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызға қант ұнтағын салып, жақсылап миксерлейміз. Егер қант ұнтағы болмаса, қанттың ұсақ түрін пайдалануға болады. Бірақ қантымыз ерігенше ұзақ миксерлеу қажет. Сары майымызды аппақ масса болғанша миксерлеп, бөлме температурасындағы 20%-дан жоғарғы қаймақты қосамыз. Дүкендегі кез келген қаймақ жарай береді. Енді осы массаны жақсылап араластырып аламыз. Қосылатын барлық заттардың құрамын описание бөліміне жазбаша қалдырдым, содан көріп жасасаңыздар болады. Қаймағымызды миксерлеп болған соң сода мен уксусты гаситетіп, массамызға қосып араластырамыз. Енді осы сұйық массамыздың үстіне кез келген жоғарғы сұрыпты ұнды қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Егер де қамырыңыз жұмсақ, қолға жабысатындай болып жатса, 50 граммдай ұн қосуға болады, бірақ тым қатты болып кетпеуін қадағалаңыздар. Егер де қыздар менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліңіздер. Арнамда көптеген тәттілердің рецептері бар. Және де алдағы уақытта бұдан да көптеген тәттілердің рецептісімен бөлісетін боламын. Міне өте жұмсақ қамыр шықты, қолға жабысатындай, бірақ арты ұн себудің қажеті жоқ. Енді осыны салафанға салып, холодильникке 20 минут көлемінде салып қоямыз. Мінекей қамырымыз 20 минуттай холодильникте тұрды. Енді осыны салафаннан алып, кішкене ұнның көмегімен қамырларымызды 1/8 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымызды теңдей 8 бөлікке бөліп, әдемілеп домалақтап бір шетке қоямыз. Құрамында май, маргарин көп болғандықтан, жаю кезінде қиындық тудыруы мүмкін, сол себепті ұн сеуіп жаямыз. Қамырымыз тым жұқа, тым қалың болмау қажет, біркелкі етіп жайып аламыз. Қыздар, бір жасағаннан шығатын өте керемет рогаликтер үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамырымызды осылай шелпек тәрізді домалақ етіп жайып болған соң, рогаликтеріміз біркелкі әдемі шығу үшін осылай кез келген домалақ затпен кесіп алсаңыздар болады. Және өзімізге қажетті бөліктерге бөлеміз. Мен 8 бөлікке бөлдім. Начинкасына өзіңізге кез келген ұнаған варенье, джем қоссаңыздар болады. Мен вареный сгущенка пайдаландым. Қамырымыздың әр бөлігіне шай қасықтың ұшымен вареный сгущенкаларымызды қойып шықтым. Енді мінекей жақыннан көрсетейін, екі жанын қыса отырып, осылай рогаликтерімізді орап аламыз. Екі жанын қысқаннан кейін біздің вареный сгущенкаларымыз ағып кетпейтін болады. Мінекей рогаликтерімізді осылай дайындап алғаннан кейін алдын ала қыздырылған 170 градус пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Пісу уақытысы пештеріңізге байланысты. Піскен рогаликтерімізді жылы кезінде осылай сахарный пудраға малып аламыз. Суғаннан кейін сахарный пудрамыз бұлай жабысып тұрмайды. Сондықтан осылай жылы кезінде видеодағыдай сахарный пудраға жақсылап малып аламыз. Осындай сахарный пудраға малып алатын болғандықтан рогаликтердің бетіне ешқандай жұмыртқа жақпаймыз. Қараңыздар, өте дәмді, шайға керемет кететін тәттінің бір түрі. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айнұр. Қош сау болыңыздар.